Қайырлы күн баршаларыңызға, күндеріңізге сәттілік. Мен бүгін мынандай тақырыпты айтқым келіп тұр да. Біздің қоғамда болып жатқан айтылып әбден жауыр болған тақырыптардың бірі ғой. Араққа қатысты да, арақ ішуге қатысты. Жалпы арақ ішу біздің ең бірінші дінімізде де бұл арам нәрсе да. Біздің жалпы дінімізде адамның есін тандыратын, жаңағыдай ойлау қабілетін шектейтін, есін тандыратын заттарды пайдалану, бұның барлығы да тыйым салынған біздің дінімізде. Және де мына пайғамбарымыз айтады, Алланың игілігімен сәлемі болсын, өзінің хадисінде айтады, бұл арақ деген нәрсе дейді, жамандықтың кілті дейді да. Барлық жамандықтың жолын ашатын нәрсе ғой негізі осы, түсінген адамға. Бірақ енді өкінішке орай осы нәрсені әлі пайдаланамыз, әлі қолданатын ер азаматтар бар да, өкінішке орай. Арақтың зияны өте көп адамның денсаулығына. Ең бірінші адамның, біздің Алла Тағала солай жаратқан, біздің басымызда центральный нервный система бар да, орталық нервтік жүйе. Соны бұл улайды да, соны зақымдайды. Центральный нервный системаны құртады бұл арақ деген нәрсе. Сол арқылы адамның есте сақтау қабілеті нашарлайды. Мына байқасаңыздар, өмірде көріп жүрген тәжірибеге де қарасаңыздар болады. Арақты көп ішетін адамдар инсульт, инфаркт деген нәрсеге ұрынады да. Соның болуына себепші осы арақ деген нәрсе. Енді бұны арақты ішкеннен кейін адам ақылдан айырылады ғой. Қандай неше түрлі нәрселер жасайды да. Адам бармайтын нәрселер жасайды. Өйткені ми жұмыс жасамағаннан кейін, контроль болмағаннан кейін адам неше түрлі нәрселерге барады да, арақ ішкен кезде. Адам жасамайтын нәрселерді, қылықтарды жасап, кейін кешірім сұрауға себеп болады. Енді мен айтайын дегенім, бұл арақ ішуді кезінде біздердің, мысалы, біз бала кезімізде біздің өңірлерде үлкен адамдар ішетін еді. Соны біздің мысалы тұрған өлкелерімізде 80-90%-ке дейін адамдар осы ішкілікті ішетін адамдар болды да. Енді қарасаңыздар, соның зәбірін, қиыншылығын сол балалары көрді да, қандай екенін. Әкелерінің қандай болғанын көрді. Қандай жағдайға апаратынын көрді. Бірақ өкініштісі, сол нәрсені қазіргі күні балалар қайтадан қайталап жатыр да. Тура әкелерінің жасаған нәрселерін қайталап жатыр да, сол ұрпақтары. Міне тәрбие, әкелердің берген тәрбиесі да. Айтады ғой, бала көргенін жасайды деп. Өкінішті да осы нәрсе. Соңғы кездері, әсіресе қазіргі кездері мысалы да, біз өзіміздің мысалы құрдастардың араларында әр адам мысалы қазіргі кезде кездесулер болып жатады, мектеп бітіру кездесулер болып жатады. Қарасаң, қаншама адамдар осы ішкілікті пайдаланып жатыр да. Ол жерде үлкен ысырап болып жатыр сонымен бірге. Пәленбай мыңдаған ақша кетіп жатыр да оған. Өздерінің бір асып тасып жатқан жағдайы жоқ, бірақ сол ішкілікке пәленбай мың ақшасын құртып жатыр да. Оның орнына бала шағасына пайдалы, өзіне пайдалы затқа жұмсауға болатын еді ғой. Сол адамдар, мен әр видеоларымда айтып жүрем ғой, денсаулығына қарамайды да, денсаулығын қалыпқа келтіруге ақшасын қимайды. 15-20 мың теңгесін қимайды денсаулығына. Бірақ денсаулықты құртуға келген кезде пәленбай мыңдаған ақшасын құртуға дайын тұрады да. Міне осындай бізде жағдайлар болып жатыр. Алдағы тағы да мен осы тақырыпқа қатысты ғылыми дәлелдермен видеолар түсіретін болам. Жақсылықта келсек. Аман болайық. Алла Тағала бұндай бәледен, жамандықтан бізді сақтасын. Алланың берген ақылын дұрыс пайдаланайық, ер азаматтар. Жақсылықта келсек.